Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде осындай молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Бізге қажетті 2 дана жұмыртқа, 100 грамм сары май, 380 грамм сгущенка, 200 грамм ұн және де шай қасық қопсытқыш. Бөлме температурасындағы 2 дана жұмыртқаны алдымен миксерлеп аламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаны миксерлеп алдық. Енді біздер бөлме температурасындағы сары майды қосамыз 100 грамм және де ары қарай 1 банка сгущенка. Ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышты қосып, барлығын салып жақсылап миксерлейтін боламыз. Ұнымызды қосқаннан кейін миксерлегенде біздің массамыз, яғни қоймалжың біркелкі масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Ары қарай біздер енді пергамент қағазын өлшеп кесіп, оны осындай формаға салып, қысып, яғни дөңгелек пішінді шығарып аламыз. Мен осы форманың үстіне 2 ас қасық жаңағы тестімізді салып, 180 градуста 7 минуттан қорждарды пісіріп аламыз. Қорждардың пісуі өте тез, жан-жағы қызара бастағанда, яғни оттан аламыз пештен. Енді әрі қарай біздер кремін жасайтын боламыз. 100 грамм сахарный пудра, 33% сливки және де 220 грамм творожный сыр. Барлығын миксерлеп алдым. Осындай қоймалжың масса болғаннан кейін біз енді жинақтайтын боламыз тортымызды. Барлығын жинақтап алып, қалауынша безендіре аласыз. Астарыңыз дәмді болсын.